Assalomu alaykum. Bizda 21:07 vaz mashina xalostoyda ustamaydi. Strelkasi taxometr o'ynab turadi. So'ng bizga keldi, diagnostika jasadik. Xalostoy datchik zamykание deb ko'rsatgan. Biz nambarni ochib turadik mana. Zaslonкасының ishim bari to'lib qolgan mana. Qattiq bo'lib, mana durust qiymaldamaydi zaslonka to'lgan кезде. Mына жақта датчиктің іші болады. Кейбіреу холостой датчикті ауыстырады да өзгеріс болмайды дейді. Мына холостой датчиктің басы, мынау басы ары қарай итеріп барып мына жақта жабады. Сол дұрыс жаппай қалатын болса, датчик ауыстырғаның пайдасы тимей қалады. Датчик ауыстырмас бұрын бірінші электронный болсын, болмаса тросовый заслонка болсын. Мына полный ішін бәрін тазалап аласыздар. Бәрін қара дақтарды, мына ішінде ары бері қозғалып тұрады. Сол май қатып қалады. Полный тап-таза қыласыздар. Сосын мынау кілтті ашып, жауып, до конца мынаны барып жабу керек, сонда дұрыс оқылады. Егер кілтті ашқанда настройка болмайтын болса, кілтті ашқан кезде мына басын сәл кішкене тартасыздар. Тартып ұзартып аласыздар. Сосын мынаған саласыздар. Ары қарай иншалла жақсы болып кетеді. Егер кімде сол үлкен оборот я болмаса оборот ұстамай қалып, болмаса аңырап кетіп, қатты 3-4 тахометр көтеріліп кетсе, бірінші заслонканы полный тазалап шайбаңыздар. Сосын мынаны мына жақта проводына 12 штекеріне тестер тигізсеңіздер, 12 вольт келу керек. Мынаған да мынаны екеуін шубын тигізсеңіздер, мынау мынаған 20 вольтқа қоямыз. Мына екеуін тигізген кезде, кілт ашқан кезде машалла. Екі шубына бұлай тигізесіздер бұлай. Сол кезде 12 вольт мынада көрсету керек, мынада да көрсету керек. Егер 12 вольт көрсетіп тұрса, 12 или 11,5 бұған яғни керекті несі кеп тұр. Ары қарай мынаның екі түрі болады. Сосын холостой датчиктің басы пластмасс болады, темір болады. Егер сізде пластмассовый шықса, пластмассовый қоясыз, темір шықса, темір қоясыз. Темірді қойсаңыз, кейбір кезде заслонка дұрыс жаппай қалады. Ол да дұрыс оқымай қалады. Аллах істеріңізге жеңілдік берсін, береке берсін. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату.